аты-жөнім Филюш Нахмат Сергейұлы. Мен ата-анамнан ерте айырылдым. Өзімнің бапкерім жөнінде ерекше атап кеткім келеді. Ол бізге ер балалар тобына келген кезде 12 жаста болдық. Грек-рим күресінен Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жаттықтырушы Рашид Мусин ұстазымыз. Менің аты-жөнім Филюш Нахмат Сергейұлы. Мен ата-анамнан ерте айырылдым. Сол себептен 7 жасында балалар үйіне түстім. Мен балалық шағым осы балалар үйінде өтіп шықты. Өз тарапынан осы балалар үйінің директоры Сания Төлгенқызы және тәрбиешілерге алғысым шексіз. Олар өз күштерін аямай, бізді тәрбиелі болсын, білімді болсын деп тәрбиеледі. Ал өзімнің бапкерім жөнінде ерекше атап кеткім келеді. Ол бізге ер балалар тобына келген кезде 12 жаста болдық. Бізге әке орнына әке, аға орнына аға бола білді. Грек-рим күресінен Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген жаттықтырушы Рашид Мусин ұстазымыз. Біздің түрлі облыс, халықаралық, республикалық жарыстарға қатыстырды. Біздің осы күреске қызығушылығымызды арттырды. Әсіресе маған өзінің қамқорлығын аямады. 2015 жылы мен Алматы қаласына спорт колледжіне түскен кезде менің қамқоршым болды. Сол уақыттан бері әке мен бала сияқты жүрміз. Осы республикалық спорт колледжде оқып жүрген кезде Мусин Рашид Амирғалиұлы маған сенім арттырып, сол нәтижесінде мен үздікке бітірдім. Қазіргі таңда менің бапкерім Барыс спорт клубының директоры, ал мен соның жанында жаттықтырушы ретінде оған жаңа чемпиондарды дайындауға көмектесіп жүрмін. – 2019 жылы мен отау құрдым. Менің әйелім осы балалар үйінің түлегі. Тилятова Кристина Азия және әлем чемпионатының күміс жүлдегері және Қазақстан Республикасының бірнеше мәрте чемпионы. Осы жылдың қаңтар айында біздің қызымыз Мариям дүниеге келді. Біз осы Қазақстанда тұрғандықтан қазақша сөйлейміз. Осы Қазақстан туын биікке көтереміз деп сенімдеміз.